Сәлеметсіздер ме? Мен Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласының номері 5-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Бүгінгі біздің жобамыздың тақырыбы мейірім толқыны, ұрпақтар сабақтастығы және қауіпсіз болашақ. Номинациясы жақсылық керуені. Жоба авторы мен Байгабулова Варуна Айткалиевна және де жоба жетекшісі Батталова Сауя Айсагалиевна. Неге бұл жоба бізге маңызды? Қарттарға арналған жалғыздық, қамқорлықтың жетіспеушілігі, жасөспірімдерге арналған қауіпсіздік дағдыларының төмендігі. Біз осы екі жас топтың бірлескен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге әрқашанда дайынбыз. Біздің мақсаттарымыз қолдау, мұқтаж жандарға шешімші көмек беру, қауіпсіздік, қауіпсіз өмір сүру дағдыларын қалыптастыру. Бірлік, ұрпақтар арасындағы сабақтастық, алдын алу, яғни құқық бұзушылықтың алдын алуы. Негізгі міндеттеріміз айта кетсек, қарттарға әлеуметтік көмек, тұрмыстық жәрдем, әлеуметтік байланыс, қамқорлық, балаларды қорғау, қауіпсіздік дағдыларын нығайту, кризистік жағдайлардағы іс-әрекет, құқық бұзушылықтың алдын алуы, заңдық көмек, кеңес беру. Күтілетін нәтижелерді де айта кетсек, негізгі міндет кешенді шешім, қамту, екі жас тобын әрқашанда қамтамасыз ету. Біздің құндылықтарымыз мейірім, әрбір адамға құрмет пен сыйластық көрсету, сабақтастық, ұрпақтар арасындағы байланыс, қауіпсіздік, әрбір мүшенің қауіпсіздігін сақтау, бірлік, бірге қамқорлық жасайық. Қарттар мәселесі, статистика және пікірлер. Оқушылар арасында сауалнама жүргізіледі. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Бөрлі ауданында қарт адамдардың үлесі 13,5% құрайды. Қарттар үйінде қазіргі таңда 49 қарт адам тұрады. Жыл сайын мектеп әкімшілігі оқушылары қарттар күніне орай Бөрлі ауылына барып, қарттарымызды осы мерекемен құттықтайды. Оларға арнайы сыйлықтар табыстап, көңілдерін көтеру үшін шағын концерт ұйымдастырып, ақ тілектерін білдіреді. Бұл үлкенге құрмет, кішіге өнеге болатын игі дәстүр. Назарларыңызға көп